бұл механика тарауының бірінші бөлігі. Механика деген білесіңдер 9-шы класста өтетін тақырып жалпы алған кезде. Соның ішіндегі бірінші тақырып ол кинематика болып табылады. Кинематика деген не ол? Кинематика деген қозғалыс. Қысқаша айтқаныңыз, әрине неше түрлі қылып түсіндіруге болады. Былайынша ол қозғалыс. Бірдеңе қозғалып бара жатса, машина болсын, самолет болсын, адам болсын, құс болсын, ол кинематикаға жатады. Жатқызуға болады. Жалпы кинематика тақырыбы ол дененің қозғалысын зерттейді. Әсіресе жылдамдығы, жүрген жолы, қандай үдеумен қозғалады, немесе қанша уақытта бір жерге жетеді деген сұрақтарға жауап беретін осы кинематика тарауы. Ұмытпаңыздар, маңызды сөздер, маңызды физикалық шамалар ол жылдамдық, осы тақырыпқа қатысты уақыт, жүрген жол деген сияқты. Сондықтан біз бұл ең басы болғандықтан ең қарапайымнан бастаймыз. Ұзындық деген не ол? Ұзындық, білесіздер, екі нәрсенің ара қашықтығы, былайынша айтқан кезде. Оның ең халықаралық өлшем бірлігі, немесе си өлшем бірлігі деп айтаймыз, ол метр. 1 метр. Ал білесіздер, өлшем бірлік ол әртүрлі бола алады ұзындықтың. Километр, метр, миллиметр, дециметр, сантиметр, нанометр дейді, көп ол. Бірақ ең танымалы, ең көп қолданатын ол метр, халықаралық стандарт. 1 метрде қанша сантиметр бар? Тағы да 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 километрде 1000 метр бар, барлығымыз білеміз. Немесе 1 метрде 10 дециметр бар, немесе 1 метрде 1000 миллиметр бар. Әрине, оның өлшемділіктері көп, біз тек қана ең көп қолданатын айтып жатырмыз. Мысал ретінде бір-екі мысал шығарайық. Мысалы, 23 километрде қанша дециметр бар? Оны анықтау үшін, мысалы, 23 мың метр бар, метрге айналдырып алсақ болады. Одан кейін 1 метрде 10 дециметр бар екен білеміз. Демек, 23 мың метрде ол 230 мың дециметр бар деген сияқты бір айналдыруға болады. Тағы бір-екі мысал келтіріп кетейік. 700 миллиметрде қанша метр бар? 1 метрде 1000 болғандықтан бұл жерде 0,7 метр бар. Мысалы, осы сияқты жалғастыра береміз. Бұл кинематиканың ең бастапқысы, ұзындықтың өлшем бірліктері. Екінші, уақыт. Қозғалыс болғаннан кейін, кинематика қозғалыс зерттегеннен кейін, ол жерде уақыт та бар. Уақыттың қандай өлшем бірліктері бар? Біз білетін ол сағат, минут, секунд, күн, тәулік, бір күн тәулік, жыл, мысалы, оның бәрі саналады. Бұл оның да байланыстары бар. Әр өлшем бірліктің өзінің арасында байланыс бар. Мысалы, бір тәулікте қанша сағат бар? 24 сағат. Ал бір сағатта неше минут бар? 60 минут. Бір минутта 60 секунд деген сияқты. Ал бір сағатымызда сонда 60 көбейту 60, 3600 секунд бар, Хорошо, бұны жақсы білеміз. Енді келесі жылдамдыққа келейік. Жылдамдық. Жазып қойайық. Жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз не? Егер жылдамдық болса, демек қозғалып жатыр. Қозғалып жатыр деген нені білдіреді? Демек 1 секундта немесе 1 сағатта белгілі бір жол жүріп жатыр деген сөз. Жылдамдықтың барын қайдан білеміз? Егер ол қозғалып жатса, ол қарапайым. Немесе сен бір көліктің ішінде отырсаң, далаға қарасаң, қасындағы үйлер, ағаштар қозғалып жатса, демек сен қозғалып бара жатсың. Өйткені үй, ағаш қозғалмайды ғой жалпы, Солай да білуге болады, қалай қозғалып бара жатқан. Енді сандарына келейік. Жылдамдықты біз көбінесе V деген символ қолданамыз. Неге? Ол ағылшынша velocity деген сөзден қалыптасып қалған.
Сондықтан v деген символды қолданамыз. Мысалы айтайық 10 метр секунд. Бұл саннан не түсінуге болады? Бұл 1 секундтың ішінде, мынау 1 секундтың ішінде 10 метр жүреді дегенді білдіреді. Яғни сурет арқылы сызатын болса, мына жерден бастаған болса, 1 секундтың ішінде А нүктесінен Б нүктесі арасы 10 метр болса, осы әрбір 1 секунд сайын осы 10 метр жүріп бара жатыр деген сөз. Бұл тамаша. Осы өлшемділікке қарап біз оның теңдеуін де жаза аламыз. Ол теңдеуі, жылдамдықтың теңдеуі, ол тең болады жол, жүрген жол, мен қысқаша жол дейін, бөлеміз оны уақытқа. Енді осы әрқашан жол, уақыт деп жазып отыр ыңғайсыз. Сондықтан біз қысқаша не дейміз? Жылдамдық тең x бөлінген t дейміз. Бұл x-тің орнына d немесе s деген белгілерде, символдарда қолданып жатады кейбір кітаптарда, материалдарда. Ол символ қатты маңызды емес. Ең маңыздысы оның жүрген жол екенін білсеңдер болды. X жүрген жол, t деген уақыт. Осы ең маңызды теңдеулердің бірі. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Бұл теңдеуді тек қана бір жағдайда қолдана аласыңдар. Ол қандай жағдай? Бұл теңдеуді тек қана жылдамдық тұрақты қозғалыс болған кезде ғана қолдана алады екенбіз. Осыны біз қазір жазып қояйық. Бұл тұрақты жылдамдықпен қозғалыс, немесе кейде оны бір қалыпты қозғалыс деп атайды. Сол жағдайда ғана осы теңдеуді қолдана аласыздар. Бұл жоғарыдағы есеп, жердің күнді айналатын жылдамдығы белгілі 30 км секунд. Бұны тұрақты деп есептейміз. Және бір тәулікте қанша жол жүреді. Бұл бір қалыпты тұрақты жылдамдықпен қозғалатындықтан біздің қолданатын теңдеуіміз, ол бағана айттық, жылдамдық тең болады жүрген жол бөлінген уақыт. Осы теңдеуден жүрген жол, оны x деп белгілеп жатыр, ол тең болады жылдамдық көбейтілген уақыт деген теңдеу осы жерден айта аламыз. Барлығы белгілі, жылдамдық белгілі, уақыт та белгілі. Демек есепті біз шығара аламыз. Жүрген жол, жылдамдық, міне жылдамдық, ол 30 км секунд, осы жерде мұқият болу керек. Демек уақытымыз бізде секунд арқылы берілу керек. Сол кезде не істейді? Километр деген жауап шығады. Бір тәулік, ол білесіздер, 24 сағат, мен жерге жазайын, 24 сағат, 10-60-қа көбейтеміз, ол соншама минут шығады. Тағы да 60-қа көбейтсек, сол кезде секунд болады. Бір сағатта білесіздер, 3600 секунд бар бағана айтқанымыз. Бір тәулікте 24 сағат болғаннан кейін 24-ті көбейтеміз 3600-ге. Былайынша айтқан кезде 86400 секунд екен бір тәулік. Осыны жаңа теңдеуге әкеліп қоямыз. 86400 секунд. Көріп отырсыздар, міне секунд қысқарады. 30 көбейтілген 86400. Жауап бізде шығады, километр болады. Ол 2.592.000. 2.592.000 километр. Өткен мына жерде бізде километр бар. Км. Яғни біз адамдар, біз үстінде өмір сүреміз, жердің үстінде. Демек жер бір тәулікте осына километр жүрсе, демек бізде жобамен 2,6 миллион километр ғой, жобамен, 2,6 миллион километр біз бір күнде жермен бірге қозғалып жатыр екенбіз. Өте жақсы есеп. Есепті шығарайық. Бұл жерде екі адамның қозғалысы бар. Біреу Магеллан, екіншісі Гагарин. Осы екеуі үшін біз теңдеу жазуымыз керек. Енді есепте не дейді? Магеллан 3 жыл жүрген. Яғни бұл уақыт белгілі. Ол уақытты біз минут арқылы жазғанымыз дұрыс болады. Өйткені Гагариннің да жүрген жолы, жүрген уақыты, жұмсаған уақыты ол минутпен берілген. Жыл, минут екеуі екі түрлі. Екеуінде бірдей қолданған жақсы. Гагариннің жүрген уақытын да жылға айналдыруға болады, бірақ ол өте кішкентай сан шығып кетеді. 89 минут. Ол деген өте аз, 0,01
жыл болады. Сондықтан біз керісінше Магелланның уақытын минутқа айналдырайық. Т1 ол 3 жылға тең. Бір жылда 365 күн бар. Демек 365 көбейту 3 осынша тәулік бар, күн бар. Әрбір тәулікте 60 минуттан бар. Демек осылай біз 3 жылды не істей аламыз? Минут арқылы жаза аламыз. 3 көбейту 365 көбейтеміз 60-ға. Ол тең болады 65.700 минут екен. Минут. Т2 Гагариннің жүрген уақыты да минутпен берілген 89 минут. Сондықтан екеуі қазір бірдей болды өлшем бірліктері. Енді сұрақты оқысаңыздар, Магелланның не дейді? Жүрген жолы екі есе көп дейді. Вдвое больше. Яғни Гагарин бір бұл жерде бір кішкентай қате кетіпті. Жаңа күнде бір тәулікте 24 сағат бар ғой, сол 24 көбейтуді ұмытып кетіппіз. Кешірім сұраймыз. Соны мына жерден өшіріп көбейтіп жіберейік. 24 сағат бар бір тәулікте. Сосын бар минут бар. Сол кезде жаңа 65.700-ді көбейтеміз тағы да 24-ке, сонда 1.576.800 1.576.800 минут бар екен. Бұл жерде қате кетті бізде. Енді уақытын білеміз. Екеуінде минут арқылы жаздық. Келесі есепті айтады, Магелланның жүрген жолы дейді, Гагариндікіне қарағанда екі есе көп дейді. Вдвое больше дейді. Вдвое больше, яғни Гагарин бір X деген жол жүрсе, Магеллан 2X жүрген болады. Дұрыс қой, екі есе көп. Ал енді Магелланның жылдамдығын белгісіз, ол V1 дейік. Гагариннің жүрген жылдамдығы V2 болсын, ол да белгісіз. Осы екеуінің арасында байланысты біз анықтауымыз керек. Бірақ біз білеміз, Магеллан да тұрақты жылдамдықпен жүрді, Гагарин де тұрақты жылдамдықпен жүрді деп есептейміз. Демек, X тең VT деген қарапайым теңдеуді қолдана аламыз. Өйткені жылдамдық тұрақты. Магелланның жүрген жолы ол 2X, жылдамдығы V1, көбейтеміз T1. Ал Гагарин болса, ол X, өйткені ол жүрген жол X деп алдық біз, солай деп есептедік. Оның жылдамдығы V2, көбейтеміз өзінің уақыты T2. Міне, енді осы екі теңдеуді қолдану арқылы V1 мен V2-нің арасында бір байланысты анықтаймыз. Екінші теңдеудегі X, осыны мен әкеліп бірінші теңдеудегі X-тің орнына қойсам болады. Міне, мына X-ті мынаның орнына әкеліп мен қоямын. Сосын бірінші теңдеуді, мына Магелланның теңдеуін қайтадан жазамын. Яғни 2 көбейту X, ал X-тің өзі ол V2 T2-ге тең болады V1 көбейту T1. Ары қарай мен сандарды орнына қойып шығамын. 2 көбейту V2 T2 бізде ол 89 минутқа тең, V1 белгісіз, T1 бізде ол 1.576.800. Осы жерден V2 тең 2 мен 89-ды көбейтсек, ол тең болады бізде 178. Соны оң жаққа барып бөлсем болады. 1.576.800-ді бөлемін 178-ге. 178 деген 2-ні 89-ға көбейткен кездегі сан. Сонда V2 тең болады бізде 1.576.800-ді бөлеміз 178-ге. Жауап шығады 8858. 8858 жобамен V1. Яғни Гагариннің жылдамдығы Магелланның жылдамдығынан жобамен 9000 есе көп болған екен. Жобамен 9000 есе жылдам жүрген болып саналады Гагарин. Орташа жылдамдық, мысалы бір А нүктесінен Б нүктесіне бір қозғалса, бір көлік болсын, ол жолда тоқтауы мүмкін, немесе бір жерде қатты жүру мүмкін, кейбір жерде жай жүру мүмкін. Бірақ А нүктесінен Б нүктесіне бір сағаттың ішіне жетті деп есептейік. Мысалы, бір сағат. Оның ішінде мысалы 20 минут күткен болуы мүмкін, 10 минут қатты жүрген болуы мүмкін, мысалы 5 минут жай жүрген болуы мүмкін. Ол маңызды емес. Ал А мен Б-ның ара қашықтығы, мысалы айтайық, 10 километр.
А мен Б-ның ара қашықтығы ол 10 километр болсын. Сол кезде біз орташа жылдамдықты мына теңдеумен анықтай аламыз. Орташа жылдамдық ол тең болады барлық жүрген жол, мен барлық деп қысқаша жазайын, бөлеміз барлық соған кеткен уақыт. Осын бөлген кезде бізде ол орташа жылдамдықты береді. Мысал, мына есеп үшін ол 10 километр бөлінген 1 сағат, яғни орташа жылдамдық ол бізде шығады 10 километр сағат. Яғни ешқандай тоқтамастан жылдамдығын көбейтпей, азайтпай, тек қана 10 километр сағатпен жүрсе, ол итакты 1 сағатты келеді. Яғни бұл соны білдіреді, орташа жылдамдық деген. Егер осындай жылдамдықпен дәл сол 1 сағат жүрсе, дәл сол 10 километрді жүріп өтер еді деген мағынаны біледі. Орташа жылдамдық сол үшін пайдалы бізде. Енді осыған қатысты мысал есеп шығарып көрейік. Бұл есепті айтады. Екі қаланың арасы 63 километр және 1 сағат 10 минут уақыт кетеді екен. Және орташа жылдамдығын 70 километр сағат деп есептеуге болады дейді. Осы жерді қолданып біз не істеуіміз керек? Қанша уақыт остановкаге, аялдамаға кеткен анықтау керек. Енді бірінші біз мынаны жазайық. Орташа жылдамдықтың теңдеуін жазайық. Ол барлық жүрген жол, оны x деп белгіледік. Барлық жүрген жол бөлеміз барлық соған кеткен уақытқа. Негізінде бұл жерде жол белгілі, орташа жылдамдық белгілі. Демек нені таба аламыз біз? Есептей аламыз. Уақыт есептей аламыз. Қанша уақыт кеткен екен? Ол жүрген жол, барлық жүрген жол бөлеміз орташа жылдамдыққа. Енді жүрген жол бізде 63 километр. Жылдамдық бізде 70 километр сағат. 63-ті 70-ке бөлетін болсақ, 0,9 сағат шығады. Өйткені мына жерде жылдамдық сағат арқылы берілген ғой. Оны біз минутқа айналдыратын болсақ, не істейміз оны? 60-қа көбейтеміз, 54 минут шығады. 54 минут бойы осы 70 км сағатпен жүрсе, ол 63 километрді жүріп өтеді екен. Бірақ ол не істеген? 1 сағат 10 минут, яғни 1 сағат 10 минут деген ол 70 минут, 70 минутта келген. Айырмашылығы қайда? 70 минут. Сол айырмашылығы ол неге кеткен? Аялдамаға. Яғни 70 азайту 54. Бізде неше шығады? 16 минут бізде айырмашылық бар ғой. Осы 16 минутты ол аялдамаға жұмсаған, тоқтаған 16 минут. Есепті шығарып көрейік. Поезд дейді 200 километрді жүріп шығады. Мен оны белгілейін. Сурет сызған арақашықтық ыңғайлы. А нүктесінен Б нүктесіне дейін бұл арақашықтық 200 километр екен. Осыны дейді 1 сағат бойы 100 километр сағатпен жүріп шығады. 1 сағатта 100 километр сағатпен жүрсе, ол қанша жол жүреді? Ол 1-ді көбейтеміз 100-ге 100 километр екен. Яғни жолдың тең жартысына дейін жетеді. 1 сағатта жобамен мына жерді 100 километр жүріп шығады. 1 сағат уақыт кетті осыған. 1 сағат уақыт кетті. Енді мына жерде тоқтайды. Бұл жерде тоқтаған кезде 30 минут тоқтайды. Яғни сағатпен айтатын болсақ, ол 0,5 сағат. 1 сағат 60 минут бар ғой. Демек 30 минутымыз деген ол 0,5 сағат екен. Енді қалған 100 километрді 40 километр сағатпен жүріп шығады. Қалған 100 километрді 40 километр сағат осындай жылдамдықпен жүреді. Демек бұның уақытын анықтауға болады. Ол уақыт осы екінші бөлігінде білеміз, тұрақты жылдамдық болғаннан кейін жылдамдық тең x бөлінген t, осы жерден уақыт t тең болады x бөлінген жылдамдық, яғни 100 километр бөлеміз 40-қа, бізде неше шығады? 2,5 сағат шығады. Қалған жолды, қалған 100 километрді 2 сағат, 2,5 сағатта жүріп өтеді екен. Енді сұрақ бізде
барлық жолда жүріп өткен кездегі орташа жылдамдық. Ол тең болады барлық жүрген жол бөлеміз барлық уақытқа. Барлық жүрген жол есепте анық, ол 200 километр. Ал кеткен уақыт бірінші 100 километр 1 сағатта жүрді, одан кейін жарты сағат демалды, ол да уақытқа саналады, және одан кейін 2,5 сағат жол жүрді. Сонымен барлығы бізде қанша болады? 4 сағат жүрген болады. 200 бөлінген 4, ол әрине 50 километр сағат. Жауап бізде шығады. Яғни бұның мағынасы, мысал Б қаласында күтіп тұрған бір кісі пойызды, оған как будто бұл пойыз ешқайда тоқтамай, жылдамдығын өзгертпей, как будто 50 км сағат деген жылдамдықпен жүріп келгенмен бірдей. Сондай мағынасы бар. Бұл есепте екі қаланың арасынан екі көлік шығады. Біреуі жарты жолдың жартысын, мысалы 1000 км болса, оның 500 км-ін 120 км сағатпен жүреді, қалған 500 км-ді мысалы 80 км сағатпен жүреді. Екінші көлік болса, ол уақыттың жартысын. Мысал айтайық, екі қаланың арасында 10 сағат жүрген болса, соның 5 сағатын 120 км сағат деген жылдамдықпен, қалған 5 сағатын 80 км сағатпен жүрген екен. Соның қайсысы екінші қалаға бірінші жетеді? Сұрақ осы. Яғни бұл жерде екі есеп бар. Біріншісінде жолдың жартысын жүрген көлік туралы, соның орташа жылдамдығын анықтайық. Жолдың жартысы болғаннан кейін барлық жүрген жолды біз 2x дейік. Сонда x оның жартысы болады. Сол кезде орташа жылдамдық бірден, бірінші орташа жылдамдық. Ол барлық жүрген жол, ол 2x деп алдым. Өйткені маған солай ыңғайлы. Жартысы x болады. Немесе оны x деп те алуға болады, оның жартысы x бөлу 2 болады. Мен әзірге 2x деп алдым. Есеп шығару осы ыңғайлы. Бұл барлық жүрген жолы. Және осының бөлімі керекпін барлық кеткен уақытқа. Ал 2-ге бөліп жүрді ғой, сондықтан не болады? Т1 қосу Т2. Жолдың жартысын жүрген уақыт Т1 болсын, екінші жартысын жүрген уақыт Т2 болсын. Ал Т1 деген ол жолдың жартысын жүрген уақыт. Ал оны қалай анықтауға болады? Ол x бөлінген V1. Екіншісі, ол дәл сол x деген жолды өткен жартысы ғой. V2 деген жылдамдықпен жүрді. Яғни Т1 тең болады x бөлу V1, Т2 тең болады x бөлінген V2 деп ауыстыруға болады оларды. Енді жалғастыратын болсақ, ары қарай 2x бөлінген x бөлінген V1 қосылған x бөлінген V2, ары қарай бұл математика әрине. 2x, мына жерде мен x-ті жақшаға шығаратын болсам, 1 бөлінген V1 қосылған 1 бөлінген V2. X-тер қысқарып кетеді. Сол кезде 2 астында бізде V2 қосылған V1, астында V1 бөлінген V2, немесе оны 2V1 V2, астында V1 қосу V2. Көбінесе осы теңдеуді жаттап алып жатады. Негізі бұл дұрыс емес, жаттаған дұрыс емес. Өйткені есепте бір өзгеріс болса, бұл теңдеу жарамай қалады. 2 көбейтілген 120 көбейтілген 80 бөлінген 120 қосылған 80. Осы жерден бізде бірінші орташа жылдамдық, бірінші көліктің, ол бізде 2 көбейту 120 көбейту 80 бөлеміз 120 қосу 80, яғни ол 200. Бізде шығады жауап 96 километр сағат. Как будто ол 96 километр сағатпен тұрақты жылдамдықпен жүрген сияқты болып саналады. Енді дәл осы логикамен біз екінші көлік үшін теңдеу жазамыз, бірақ ол жүрген барлық уақыттың жартысын 120 мен жартысын 80 мен жүреді. Жолдың жартысын емес, уақыттың жартысын. Бұл жерде осылар өте маңызды. Біріншісі первую половину пути деп тұр, бұл жолдың жартысы, ал екіншісінде первую половину времени дейді, ол уақыттың жартысы. Осылар өте маңызды. Енді екінші орташа жылдамдық, ол әрине 2x қайтадан бөлеміз
бөлеміз 2t. Барлық жүрген уақытты біз 2t деп есептедік. Сондықтан жартысы оның t болады. Енді жоғарыда біз 2x деп алдық. Бұл есеп үшін негізі ол x1 қосу x2. x1 дегеніміз ол жарты уақытта жүрген жолы, x2 қалған жарты уақытта жүрген жолы. Бөлеміз 2t-ға. Яғни мына жерден мына жерге ол x1, осын t деген уақытта өтеді. Қалғаны мына жерден мына жерге дейін ол x2, бұны да t деген уақытта өтеді. Жалпы 2t болады сонда. Осылай қарастырамыз. Мына жерде бұлай қалдыруға болмайды, өйткені 2 қысқарады, x пен t. X те белгісіз, t да белгісіз, сондықтан есеп шықпайды. Сондықтан біз 2x-ті ол x1 қосу x2 деп жазғанымыз дұрыс болады. Енді x1 дегеніміз ол v1 деген жылдамдықпен t уақыт жүреді. x2 дегеніміз ол v2 деген жылдамдықпен дәл сол t деген уақытта жүреді. Өйткені жарты уақыт деп тұр ғой. 5 сағат, 5 сағат. Мысалы. Сол кезде v1 көбейту t қосылған v2 көбейту t бөлінген 2t. Жоғарда t-ны жақшаға шығаратын болсақ, v1 қосу v2 бөлінген 2t. Бұл жерде t қысқарып кетеді. Сол кезде жауап v1 қосу v2 бөлінген 2, яғни 120 қосу 80 бөлінген 2, 200 бөлінген 2 ол бізде 100 км сағат. Бұл екінші көліктің орташа жылдамдығы. 100 км сағат екен. Сонда екінші көлік бізде бірінші жетеді, өйткені оның орташа жылдамдығы бірінші көлікке қарағанда көп, 100. Бірінші көліктігі 96. Демек, екінші көлік бірінші жетеді деп біз айта аламыз. Бұл есепте самолет жолдың 3-тен 1-ін. Сондықтан барлық жүрген жолды мен 3x деп алсам, есеп оңай шығады деп ойлаймыз. Өйткені 3-тен 1 деп тұр ғой. Сондықтан мен барлық жүрген жолды 3x дейін. Мынау x болсын. Мынау да x 3-ке бөліп жатырық. Мынау да x. Яғни жалпы ол 3x деген жол жүріп өткен. Бірінші бөлікті ол 700 деген жылдамдықпен жүрген. Мына жерді 700 км сағатпен. Екінші бөлікті 500 км сағатпен жүрген. Үшінші бөлігі дейді, бірінші және екінші бөліктегі орташа жылдамдықтан 2 есе үлкен. Сондықтан мен бірінші және екінші бөлікте жүріп өткен орташа жылдамдықты анықтаймын. Оны мен v орташа 1 дейін. Ол барлық жүрген жолы ол 2x болады, әрине. Бөлеміз барлық уақыт ол t1 қосу t2. Міне қараңыздар. Бірінші 2 бөлшек ол x және x. Алдың есепте шығарғандай t1 неге тең? Ол бірінші бөліктің жүрген жол ол x. Бөлеміз v1-ге. x t2 уақыты ол екінші бөліктің жүрген жол ол дәл 3-тен 1 ғой. Сондықтан ол x. Бөлеміз v2. Бұл да алдыңғы есепке өте ұқсас. Бізде жауап 2v1 көбейту v2 бөлінген v1 қосу v2 болады. Осыны біз есептеп жүрек. 2 көбейту 700 көбейтілген 500 бөлінген 700 қосылған 500. Және бұл жерден бізде жауап мынандай шығады. 2 көбейту 700 көбейту 500 бөлеміз 700-ге 500 қоссақ 1200 болады. Жауап бізде 583,3 жобамен 583,3 км сағат. Бұл бірінші 1 мен екінші бөліктегі орташа жылдамдық. Ал үшінші жолдағы жылдамдық осыдан 2 есе көп. Яғни осыны 2-ге көбейтсек біз 1166,6 км сағат деген жылдамдықпен жүрген екен. Енді сұрақ бізде барлық жолда қандай орташа жылдамдықпен жүрген екенін анықтау керек. Ол қайтадан орташа жылдамдық дейік. Ол барлық жүрген жол ол 3x болады әрине. Және 3 бөліктен тұрғандықтан t1
қосу Т2 қосылған Т3 деп жазсақ болады. 3х Т1 бізде x бөлінген v1 қосылған x бөлінген v2 қосылған x бөлінген v3. v3 дегеніміз ол 1166,6 км/сағат. Енді сан мәндерін қоямыз. X әрине қысқарып кетеді. Бұл жерде 3 бөлінген 1 бөлінген v1 қосылған 1 бөлінген v2 қосылған 1 бөлінген v3. Бұл жерде бізде мынадай жауап шығады. 3 көбейту v1 көбейту v2 көбейту v3. Бұл ары қарай математика әрине. v2 v3 қосамыз v1 көбейту v3 қосамыз v1 көбейту v2. Енді осы сан мәндерін қойып біз жауабын қазір есептейміз. 3 көбейту 700 көбейтілген 500 көбейтілген 1166,6 деп астында v2 көбейту v3 яғни 500 көбейтілген 1166,6 қосамыз 700 көбейтілген 1166,6 қосамыз 700 көбейтілген 500. Осы жерден бізде мынандай жауап шығу керек. Жауап бұл жерде 700 км/сағат шығады екен. Барлық жүруде жолға осы 700 км/сағат деген жылдамдықпен жүріп өткендей болып саналады екен.